Егіліп, жас жұбайға бүгін құтлы сөз керек, өңгейсіз, өскейсіз, міслі байтерек, ағаң дуалары қабылдыр бүгін. Некей Алпысбай мне осы қызды апаң менен біргелікте Камалға келтіргенде сіздің де көмегіңіз дейді. Міне бүгін осы қызды өз теңіне қосып, шын үйіне ұзатар екенбіз, өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ағалық ақ тілегіңізді білдірсеңіз. Günler жақсы көріп жатыр, хаммесі жасыл күндер жақсы патия беріп жатыр, хаммесі қабыл болсын. Бақытлы болсын. Айтатын. Рахмет, ағасының берген ақ патиялары Алла даргайында қабыл болсын. Енді міне осы қызды қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, осы дәрежеге әкелген анасы Анаргүлге сөз нәубеті. Бауырыңда абайлап дүнияға келтірдің. Басыма күн түссе саяман болдың, бақтың тілеп түрлерді ұйқысыз өткердің. Бүгін хаужар айтылғанда қызыңызға анажан, көзіңізге жаслар келер, маржан, маржан анажан. Неке бүгін Анаргүл перзенттердің ішіндегі ең бір анаға жақыны, әкеге жақыны бұл қыз бала. Бүгін міне қызыңыз Пәруазды өзге шаңыраққа аманат етер екенбіз, қызымыз әмде күйеу баламызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды берсеңіз. Міне жиналып отырған халқым, әме осы екі жас үшін жиналып отырсаңыз, рахмет. Құдайым жасларымыз бақытлы болғай, үбірлі-шүбірлі болғай, өзлеріне өсіп өңгей, екі жаққа қызметлер теңнен бұйырғай, Құдайым Алла. Жүзлері жарқырап, екі жақта қандай жақсы мереке болса соған қосыла жауып жүрге, Құдайым Алла. Оны өзге үбірлі-шүбірлі болғай. Рахмет, анасының көзінен ағып атырған жастар бұл әлбетте қуаныш жастары, ешбір анаға аңсат емес. Осы уақытқа шекем жанында сақлап, жүрегінің бір пәршесі болған перзентін бүгін міне өзге шаңыраққа аманат етіп атырыпты. Қыз баланың қызметі сол басында, қала алмайды әке шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар расында, қыз ұзату қиын екен атаға. Үйдің жатасығы гүзал маралы, жат жерлерге келін болып барады, анаң байғыз көзін жаслап қалады, қыз ұзату қиын екен анаға. Неке бүгін Пәруаз сіңлім балалық пенен туған шаңырақ пенен қошыласып, қыз күнің менен қошыласып, бүгіннен бастап өзге шаңыраққа қадем тасайсың. Ал сен ол барған шаңырағында келінлік вазипасын атқарасың. Соның үшін ұсуатқа жегем анаң қандай тәрбия беріп, не затларды үйреткен болса, барған шаңырағында сол тәрбиясын қызметің менен көрсеткейсің. Себебі анасын көріп қызын ал дейді. Қыз баланың жақсы болуы бұл анаға байланыслы. Міне анасы Анаргүл апамыздай болып, қызметің екі жаққа бұйырып, сол шаңырақта өніп өскейсің. Міне бүгін анаңыз, әмде ағаңыз құдағайларды шақырып, сізге ақ пәтиялар әперіп, сізді ұзатып атырыпты. Осы жерде айтарым бүгін міне анасы Анаргүл қызымызды құдағай апамыздың шаңырағына аманат етуде. Себебі анасы осы қызды қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай осы дәрежеге әкелді. Ендігі барған шаңырағында екінші ана бұл қайнене болады. Соның үшін қайненесінен ілтимасымыз, бүгіннен бастап қызымызды сіздің шаңыраққа аманат етер екенбіз, осы қызды өз шаңырағыңызға қызыңыз ретінде қабыл етіп алғайсың. Осы қыздың жақсысын асырып, жаманын жасыру енді қайнененің қолында. Ал күйеу бала сізге айтарым, міне Пәруаз қызымыз туған туысқанларын, дос яраларын, қоңсы қобаларын тасылап, бүгіннен бастап сіз менен бір өмір тұрмыс кешіруге, тұрмыс атлы гүзар жолға қадем тастаудасыз. Екі жақтың ауызбіршілігін сақлау енді сіздердің қолыңызда. Соның үшін қызымызды ата-анасы қандай көріп тәрбиялаған болса, ендігі барған жерінде осы қыздың көзінен жас ақтырмау, осы қызды қолап қуатлау сіздің қолыңызда. Соның үшін екеуіңіз ауызбіршіліклі болып, өмірде сабырлы болуды үйренің. Сабырлы болсаңыз, не бір бәлен жыларға жетесіз. Ал не күйеу бала, әр бір ер азамат шаңырақтың тірегі болады.
Осы ата бабамыздан кеткен жолды жойтпай сол шаңырақтың тірегі болғайсыз. Ал Паруа сіңлім, әрбір шаңырақта әйел адам сол шаңырақтың ұйтқысы болады. Сол шаңырақтың ұйтқысы болып, сол жерде өніп, өсіп, бақытлы тұрмыс кешіргесең. Ал енді анаңыз Анаргүлдің шаңырағына келетұғын болсаң, ата енеңнің ұрқсаты менен, күйеуіңнің ұрқсаты менен осы үйге келіп кеткейсен. Міне бүгін туған туысқанлар анаңыз тарапынан сізге арнап сауға саламлар беріліп атырыпты. Сол сауға саламларын күйеу баламызбенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал енді екі жақтың ауызбіршілігін сақлау сіздердің қолыңызда. Ал Паруа сіңлім, бүгін міне тұрмыс атлы гүзар жолға қадем тастар екенсең, әрбір шаңырақта жетер-жетпеслік болады. Осы жетер-жетпеслікке шыдап білу сіздің қолыңызда болады. Әнеке сол сынақларға шыдасаңыз, ертеңгі күні кімнің тәрбиелағаны дегенде, Анаргүл апамыздың тәрбиелағанына рахмет деген сөздерді алып бересен. Неке анаңыз оқуларды оқытты, өзіңнің қалеген кәсібіңде жұмыс істеп атырсаң. Бұл әрбір қыз баланың арманы. Міне бүгін ата-ананың ақ патиясын алып, хаужарлар менен ұзатылу сізге несіп еткен екен, ендігі жағында сол шаңырақта тастай батып, судай сіңіп, өніп өскесең деп қаламыз. Ендігі нәубетті қызымызға арналған хаужар қосығына береміз. Хаужар қосығы уақытында жасылкен аналарымыз, жасылкен ағаларымыз қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан достылары және де қызымыздың анасы қызымыздың маңлайынан сүйіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Айман айым, ай қызым, шашпалары қырмызым, бесеу емес, он емес, орны бөлек бір қызым. Қарақалпақ халқында қыз
uzatılganda janına kız jengeleri koyuladı. Bunun manisi kızımıza kız jengelerinin yolunu versinge, kız jengeleri kızımızda, kıyı balamızga öz kollarımız bilen amanat etip tapsıramız. Kızımız bilen balamızga hajun tileymiz. Kazadarya yelatına kelsek, uşunday uldu iyaga, kızlık iyaga konduru toylarına kelgeymiz. Kızımız bargan şаңарагында önü gössün.